Баршаға сәлем. Жаңадан бастаушыларға арналған менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазып, қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай қызғалдақ шиғырағын үйретемін. Ол үшін бірінші қажет құрағымызға 3x3 сантиметр құрақ көзінен бізге 16 штук сары түсіміз қажет, және ендері 3 сантиметр ақ және қызыл мата бұлақтары қажет. Міне құрақ көзімізге бірінші ақ түсімізді тігеміз. Түгін тексеріп аламыз. Құрақ бастағанда міндетті түрде закрепка бересіздер. Және мына құрақтың төрт жағы да ақ болады. Міне екінші қабырғасын тіктім. Енді 3 пен 4-ті тігемін. Міне айналдырып шықтым. Енді осылай қылып 4 қатар тігесіздер. Бірінші қатарын айналдырып шыққам. Осылай қылып 4 қатар қылып тігіп аласыздар. Міне ақ түсімізден бір шаршымыз дайын болды. Енді осыдан 4 шаршымыз қажет. Міне 4 шаршымызды дайындап алдық. Енді дәл осындай қылып 4 шаршымызды қып-қызылдан тігіп аламыз. Міне бір шаршымыз дайындап алдық. Қызыл түсімізден енді осындайдан 4-еу қажет. Міне 4 шаршымызды дайындап алдық. Міне сары түсімізге бірінші ақ тігеміз. Және былай ақ тігеміз. Екі қабырғасына ақ тіктік. Енді мына екі қабырғасына қызыл түсімізді тігеміз.
Міне тіктік, енді осылай 4 қатарынан тігеміз. Міне бір шаршымызды дайындап алдық. Енді осындайдан 8 шаршы дайындап аламыз. Міне 8 шаршымызды дайындап алдық. Енді бұйырса құрағымызды құрамыз. Міне алғашқы қатары құрағымыздың, енді осыларды тігеміз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары осындай. Міне екінші қатарымыз дәл осылай болып шығады. Енді осыларды біріктірем. Міне құрағымыздың екінші қатары осындай. Енді осыларды бір-біріне біріктірем. Міне осындай болып шықты екі қатар. Енді үшінші қатарын құрам. Міне құрағымыздың үшінші қатары осындай болады. Енді осыны біріктірем. Міне үшінші қатар. Осылай тігіп аламыз. Міне үшінші қатарымызды қостық. Міне осындай болды. Міне төртінші қатарымыз. Енді осыларды біріктірем. Міне осындай болды. Дайындап қойған қатарымызға қосамыз. Міне құрағымызды тігіп шықтық. Осындай болып құрақ болып шықты. Бұның өлшемі 54-54. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Және де мына түстерді өздеріңіз қалаған түстерді таңдай аласыздар.